Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Жаздың кезінде барлығымыз сүйсініп жейтін айран көже рецептімен бөлісетін боламын. Және де каналыма міндетті түрде подписация батырмасын басып тіркеле кетіңіз, себебі алдағы уақытта кез келген өзіңіз іздеген рецепттердің түрін таба алатын боласыз. Ал енді бисмилля деп жұмысымызды бастайық. Ең алдымен қазанымызға өзімізге керекті дәнді дақылдарды тазалап, мөлшерімен салып аламыз. Менде жүгері мен перловка. Жүгеріні 2 шай пиала қостым, перловканы 1 пиаладай қостым. Енді бұл жерде мен өзімнің жасау мөлшеріне қарай қостым. Суымыз таза болғанша барлығын жақсылап жуып аламыз және де керекті мөлшерде суымызды құямыз. Суымызды біз құйған кезде барынша көбірек құйғанымыз дұрыс. Барынша жуып тазалап болған соң суымызды көбірек қойып, отымызды жағып, қатты отқа бір қайнатып аламыз. Бір қайнап болғаннан кейін ғана отымызды баяу қылып, ұзақ уақыт аралығында, яғни 2-3 сағат аралығында баяу отта біздің дәнді дақылдарымыз, жүгеріміз, перловкамыз барынша піскенше оттың өшірмей баяу отта пісіріп аламыз. Және тұз қосуды ұмытпаңыздар, менде видеода түспей қалған. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай перловкамыз бен жүгеріміз пісіп дайын болды. Енді отты өшіріп, суытып қоямыз. Біз суытып болғаннан соң ғана біз көжемізді ары қарай дайындайтын боламыз. Міне барынша бөлме температурасында суытып дайындап алдық. Енді біз айранымызды араластырсақ болады. Енді алдын ала дайындап алған айранымызбен араластырып көжемізді дайындайтын боламыз. Көженің айраны көбіге пісірілген, бетінен сары майы алынған айраннан дайындайды. Кейбір кісілер, айраны жоқ, яғни көбі піспейтін кісілер құртты суға езіп, солай да көженің айранын дайындап алады. Екеуі де дәмді шығады. Жаздың күннің ыстық кезінде бізге ешқандай тамақ тәбетіміз болмаған кезде дәл осыны көжені істеп ішсеңіз, тоңазытқышыңызға салып қойсаңыз, кез келген уақытта дайын күйде алып іше бересіз. Енді дәміне қарай көжемізге тұз саламыз. Мен мөлшерлеп өзімнің ыдысымдағы көжемнің мөлшеріне қарай 3 шай қасық салдым. Енді аскөк қосамын. Бұл міндетті емес. Егер өздеріңізге ұнамайтын болса, қоспасаңыздар да болады. Бірақ қоссаңыздар дәмі өте күшті шықты. Міне біздің айран көжеміз дайын болды. Дәл осы күйінде тоңазытқышқа қойып, кез келген уақытта іше берсеңіз болады. Өте дәмді шықты. Жаздың кезінде барлығымыз сүйсініп жейтін, тіпті балалардың өзі ішіндегі жүгерісін өзі қызығып жейтін дәруменге өте бай көже деп айта аламын. Дәл осы көжені тіпті өз кәсібіңізге айналдырсаңыз да болады. Алдағы уақытта да каналымнан кез келген өзіңіздің іздеген рецепттеріңізді таба алатын боласыз. Және ең сәтті, қолжетімді рецепттер және тегін мастер-класстар да болады. Сол үшін каналыма міндетті түрде подписация батырмасын басып тіркеліп кетіңіз және мені қолдау ретінде комментарий жазып өз лебізіңізді білдіре кетіңіз.